Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайық. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Бүгін Қаскелеңге келдік. Әріптестермен, командамен кездесуге. Міне газельмен келдік. Қаскелең. Дәлші кеттік. Міне топ лидер Нұрсұлу ханыммен бірге кездесуге баратырмыз. Командамен, әріптестермен. Міне дегенмен кездесетін жер. Болды. Вот, міне кездесуге келатырмыз әріптестермен. Міне Қаскелең қаласында кездесу. Грандиозно дөңгелек столда. Иә. Сіз ақпарат табыстарыңыз шығарған кезде табыстарыңыз екіге бөлініп отырады. Біз табысымызбен бөлісіп отырамыз. Түсіндіңіздер ме? Мына мысалға 15-пен 50-мен кірсеңіздер, сіздер аз ғана процент шығарасыздар. 40% қана шығарасыздар, жарты процент, 6% сіздердің пакеттеріңіз өсуіне кетеді, әрі қауымдастыққа бөлініп кетеді. Екі жақта жұмыс жасайды. Көрдіңіздер ме? Пакетті сатып алыңыздар, өздеріңіздің кабинеттеріңізде қойып береді. Қойғаннан кейін сол пакет өздеріңізге жұмыс жасайды өмір бойы. Түсіндіңіздер ме? Бірте-бірте қараңыздар, біздер неге 5000 мен 200 мен 500 бен кір деп айтпаймыз? Үлкен пакеттер бар. Біз тек қана 100 бен 200 бен минимальный бизнес пакеттер болады. 15-50 промный пакеттер. Қалтаңыз көтермеген жағдайда кіруге болады. Егер бизнес жасаймын, тез жылдам табысқа шыққан десеңіздер, 100 бен 200 бен кірген дұрыс. 100 бен кірсеңіз, кабинетке түскен табысыңыз, мысалға 100 матик түсті кабинетіңізге, 50 матик өзіңіздің табысыңыз кошелегіңізге кетеді, 50 матигіңіз пакеттің өсуіне кетеді, қауымдастыққа. 200-ге жайлап беріп өсе береді солай пакеттеріңіз. Ары қарай қолма-қол өсірудің қажеті жоқ. 100 бен кірсеңіз 200-ге жылдан өседі пакеттеріңіз. Бірақ команда құрып, жағдай өзінің шартын орындауларыңыз керек. Міне кездесуде ажиотаж болып жатыр ғой, пакет алып жатыр. Үлгермей жатырмыз ғой, үлгермей жатырмыз. Матик баскет жобасы Қаскелең қаласында осындай кездесу. Осылай болады деп кім ойлаған? Я в шоке. Пакет алып жатыр барлығы. Керемет енді, айтарға сөз жоқ. Вот, осындай кездесу болады Қаскелең қаласында. Осындай керемет жерде Қаскелең қаласында әріптестермен, командамен кездесіп жатырмын. Қазір көресіздер, ажиотаж болып жатыр ғой қазір. Міне осының ішінде жиналдық біз, өзіміз болып. Міне қаншамасы кетіп қалды енді, басыз. Пакет алып жатыр. Қаскелеңнен сәлем дейсің. Сара ханым, Гүлнар ханым, топ лидер, Нұрсұлу ханым міне танысып жатырмыз жаңадан, пакет алып жатыр міне. Осылай ушу болып жатырмыз, керемет. Осылай, істеріңізге сәттілік. Байыса қазақпайсын, матик баскет жобасы жасай берсін. Бір жылдан бері. Ол ақша алып отырып қандай бизнес? Сосын Басқа компания. Басқа компания. Ол да шведский компания. Олар жаңа спец натуральный кәдімгі ақшаның нелері адамдар, профессионалдар. Ол жерде мен ол бизнесте түсінгенім де жоқ. Бұл бірақ ақшаны салып тастадым. Кім бар ғой? Жоқ, біз бәріміз де сода дейді. Вот мен де басқа неде жобада жүрмін да, мысалы. О жақтан я знаю, что осы аптаның аяғына дейін отырсаң, оттуда мне тоже что-то капает. Бірақ мынадай компания жоқ, қыздар. Мен одан айналып келіп, мен, например, көршім, бизнесмен, у нее свой кафе, своя баня, она женщина крутая, я говорю, давай. Мен бақта бұған Сара сияқты түсіндіре алмадым да. Сосын я Сара, давай подтягивайся, у нее кафе, там посетить, там все объяснишь. Кабина, кафе, кажется, все объяснил. Я сол бірнеге кірем деді. Я, все, час өтіріспойым, сидеть, наблюдать. Сосын көргенмен, бір қасы кірісті. Сабаққа қатысып жүрді ғой бұл қыздар, иә? 3 күнде қатысып жүрді. И сразу кір. Сабаққа? Ну, түсінбей отырды до конца еще. Ну, походу,
Telegramға кірсе болды, телеграмда. ішіне кіріп Офлайн кездесу басқаша иә болады. ол басқаша ол уже миына жетіп қонып тұрады ана неде де молда сабақ үйреткенде намазға отырғанда да әліппесінен бастап үйреткенде ала немқұрайлы отыр былай отырса немқұрайлы отырасың Солай қабылдайсың. шоқпен да қан шығарып уже ана миыңа сол буква кіріп уже сүйегіңе жетіп тұрады бұл да сол сияқты ғой адам деген жоқ әркім әр адам бұған өзі несімен өз Қабылдау қабілеті. Ішкі түйсігімен ол бір рет қабылдау керек. информация тыңдайды екінші рет тыңдайды үшінші рет сосын просто қазір уақыт өте тығыз не болғаннан кейін сол уақытты жоғалтпау керек қой жоғалтпай сол бір нәрсесіне ілініп алу жоқ керек. мені түсіндірді Көз жеткеннен кейін мына жақта уже көз көріп отырғаннан кейін уже мына айналып түсіп отырған уже кабинетінде сол тұрғаннан бір кейін сосын тағы біреу шақырып ол жаңағы вообще астанада тұрады алматыда үйлері бар профессионал біреу оның айтқандары мен уже тыңдап отырмын сөйтіп айналып шығып ол былай қабылдаған жоқ Просто өзіңіз қабылдаған жоқсыз да. Иә, мен Олар біз қабылдаған. айтқан нәрсені біз айтты ғой мысалға. ол да айтып жатыр сол Айтып жатыр ғой. осындай қылып айтқан ұмытып тұрсам 5-6 ай өтіп кетті 6 айдан көп қалды жылға жақындап тұр ол бірақ көп сөздерді ұмытып қалдым кішкене осыған керек 20% па Сіз енді ол кісілерді танымайтын болғаннан кейін өзіңізге миыңызға солай салып келдіңіз да блокқа қойдыңыз. иә блок қойып келдім блок қойып келдім Блок қойып қойғасын ол потому қабылдайды. что мен сүйіп Ниеттеніп келсеңіз қабылдайсыз. Бұл жерде сіз ниеттеніп келдіңіз. Сараханды таныс біріншіден екінші ниеттеніпсіз. Сол ниеттің арқасында сіз сол ақпаратты артық нәрсе айтып отқан жоқпыз ғой, тура сол ақпаратты. керемет қаскелең қаласында Құтты болсын енді. бұның бәрі сөйлесудің бәрі құдайдың Сообщение дейді. Қалаумен болып тұр ғой. Қараша ішеді. Онлайн кездесу басқаша болды. Негізі біз әттен офлайн кездесу үйренгенбіз ғой кезінде сетевой компанияларда. Қазір енді офлайн кездесу біз жақын болғандықтан кездесіп жатырмыз. Екіншіден көпшілігі бұл жаңа система болғандықтан біріншіден мынаны қалай ашу керек кошелекті, иә? Ананы қалай тарту керек деп сол жағын көрсету үшін бір жағын солай кездесу ұйымдастырған дұрыс. Одан кейін офлайн кездесу арқылы адамдар жылдам жұмыс жақсы жүреді. Ол да бар. Негізі ол онлайн бизнес. Интернетте де жасай білетін нәрсе да. Ал біз енді шет мемлекеттен тіркейтін болсақ, онлайн жасай береміз. Егер олар Европаның адамын шет мемлекеттің адамдары болып төлейміз, олар мына кошелекті кір көреді да өзі алып. Оларға үйретудің де қажеті жоқ. Біз просто кездесу қаскелең қаласында офлайн танысу кездесу Міне қазір шай. арамызға қосылды бизнес пакеттер алды керемет топ лидерлар Саған беріп отырмын. мақтан басшылар бастарыңыз дәмді болсын пакетке бересің ба мына құй баласы. ал болсын Мен екі адамға бересің. қайырлы күн қаскелең қаласында әріптестермен командамен кездесу әдемі өтті міне армия деп та команда қаскелең қаласында Батик жобасы жасасын. керемет осындай кездесу керемет кездесу істеріңізге сәттілік